Ассалаумағалейкум құрметті отандастар. Бүгінгі біздің видеомыз Шыңғысхан мұсылмандарды қырған, яғни Шыңғысхан буддист болған, Шыңғысхан мұсылмандарға қарсы болған, Шыңғысхан мұсылмандарға қарсы соғыс жүргізген деген сияқты негізсіз ақпараттарды келтіретін азаматтарға арналады. Біз Шыңғысханның діни нанымы жайлы өткен видеоларымызда айтқан болатынбыз. Ал енді бұл видеода біз Шыңғысханның мұсылман достары жайлы, Жалайыр руынан шыққан Бұқыршың Ноян жайлы әңгіме жүргізетін боламыз. Жалайырлардың атақ даңқы мен дәрежесінің асқақтауына ең алдымен негізгі себепші болған қолбасшылар Жалайыр руынан шыққан екі қолбасшы Бұқыршың Ноян мен Бөріғұл Нояндар болатын. Олардың есепсіз ерліктерінің кейбірі Рашидаддин кітабында келген. Кітапта былай деп баяндалады: Шыңғысханның кезінде Бұқыршың Ноян атты бір ұлы әмір бар болатын. Оның жағдайлары келесідей: ол кішкентай кезінен Шыңғысханның алдында үздіксіз қызметте болды және ешқашан оған қарсы шықпады. Әрі мақтауға лайық қызметтер атқаратын. Ол Шыңғысханның оң жағында, өзге әмірлерге қарағанда жоғарырақ отыратын. Айтуларынша Шыңғысхан жас жігіт кезінде ол кейбір тайжуыттарға қарсы соғысқа аттанды. Сол жақта аузы мен тамағына оқтан жарақат алып, кері қайтты, әрі әлсіреп қалды. Оның қасында Бұқыршың Ноян мен Бөріғұл Нояндар бар еді. Жолда олар оны аттан түсірді. Қар қатты жауып жатқан еді. Бөріғұл Ноян оның атын ұстап тұрған күйі тасты қыздырып, оның үстіне одан бу көтерілгенше су құйып тұрды. Содан Шыңғысханның аузын осы будың үстінде оның тамағынан ұйысып, қатып қалған қан бөлек-бөлек болып шығып, оның тыныс алуы аздап жеңілдегенше ұстап тұрды. Қар қатты жауып тұрғандықтан Бұқыршың Ноян қар түспеуі үшін Шыңғысханның үстіне өзінің яғусын екі қолымен ұстап тұрды. Осы жерде бір түсіндіріп кететін жағдай: яғу деген сөз бұл қазіргі тон, шапан деген сияқты мағына берсе керек ағайын. Енді кітапты оқуды жалғастырайық. Ол осы жағдайда таң атқанша тұрды. Нәтижеде қар беліне дейін басып қалды. Ол болса орнынан бір сәтте қозғалған жоқ. Таңертең Шыңғысханды атқа мінгізіп, өзінің ордасына жеткізді. Бұқыршың Ноян бұдан да үлкен істер атқарған еді. Содан Шыңғысхан қиналып, қалжырап қалып, әскерден де, өзге жақындарынан да бөлініп қалды. Және оны жау іздеп, адақтап жүрген тұғын. Ол Бұқыршың Ноян мен Бөріғұл Ноянмен бірге жазық пен тауларды кезіп айналып, тамақ іздеп әбігерге түсті. Ештеңе табылмады. Оларда балық аулайтын торда бар еді. Олар оны өзенге лақтырды. Содан үлкен балық түсті. Бұқыршың Ноян оны тарта бастады. Бірақ қатты аштық пен әлсіздікте шығарып алуға күші жетпей құлады. Шыңғысхан Бұқыршың Ноянның әлсіреп қалғанын, оның әлсіздігі шегіне жетіп, санында ет қалмағанын көріп мұңайды да Бөріғұлға айтты: қам жеме де, ренжіме де, сен балта бол, ал мен оның сабы боламын. Оның, Бұқыршың Ноянның сандарына ет бітіру үшін деді. Осындай ұлы ойдың әрі нық сенімділік пен рухтың күштілігінің әсерінен Шыңғысхан мен олардың, Бұқыршың мен Бөріғұлдың ісі қайтадан сәттілікке ұласты. Сөйтіп ол осы тарихта жазылғандай әлемді бағындырып, бойын сындырды. Шыңғысхан Бұқыршың Ноян мен Бөріғұл Ноянды жоғары бағалайтын, құрмет ететін, тіпті сондай дәрежеге дейін көтеріп, бірде ол айтты: Бұқыршың өліп қайғы болмасын, яғни Бұқыршың өлмесін деген тілегі. Бөріғұл өлмесе еді, сөйтіп қайғы болмаса еді. Яғни бұл да Бөріғұл туралы айтқан ізгі тілегі болатын Шыңғысханның. Естеріңізге сала кетейік ағайын, бұл Жалайыр руынан шыққан Бұқыршың ислам дінінде болған, нағыз мұсылман болған және қазақ даласында ислам дінінің кеңейіп өркеюіне үлес қосқан ұлы тұлға болып табылады.